Қарағандыда парламент мәжілісінің экс-депутаты Мұхтар Тінікеевтің туған інісі кісі қолынан қаза тапты. 44 жастағы Мұрат Тінікеев кеше таңертең ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Арқа тұсына салынған 3 бірдей пышақ жарақатынан қаладағы клиникалық аурухананың жан сақтау бөлімінде еш жимастан көз жұмды. Қылмысқа қатысты деген күдікпен 34 жастағы әйел қамауға алынды. Марқұмның көршілері Мұрат Тінікеевті тек жақсы жағынан білетінбіз дейді. Соңғы кезде ішпейде жүрген барлық шаруаларға тиянақты болатын. Жанұядағы ең кенжесі болған соң анасымен бірге қара шаңырақта тұрды. Үнемі бізге де көмектесіп тұратын, енді міне өлтіріп кетті дейді. Полиция қызметкерлерімен еш жерде жұмыс істемейтін 34 жасар әйел ұсталып, сағат 11-дер шамасында жәбірленушіге көрсететін жарақаттар салғанын айтты. Ас пышағы тәркіленді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Марқұмның күдікті әйелмен арақатынасы және оның үйіне келгендегі мақсаты әзірге белгісіз. Қазір ұсталған әйелге қатысты Октябрьский ауданының прокуратурасы қылмыстық іс қозғау мәселесін қарастырып жатыр. Ал нақты қандай бап бойынша іс қозғалатын сот-медициналық сараптаманың нәтижесіне байланысты дейді прокуратура өкілдері. Жұлдыздар фабрикасы жартылай ақтық сынға жетті. Сенбі күні 11-ші рет өткізілген концертте 9 үміткер бақтары сынап, 4-еуі қауіпті аймаққа өтті. Алдағы сенбі күні сол 4 үміткердің 3-еуі жауабымен қош айтысады. Осы аптадан бастап фабриканттардың тағдырын көрермендердің дауысы шешпек. Әзірге ең көп дауыс жинаған Әли Оқапов пен Дәулет Болатов. Барлығымыз билейміз деп аталатын бұл концертте үміткерлер өздерін барынша көрсетуге тырысты. Бірі мың бұрала билесе, екіншісі қазақтың той жырымен көрермендердің жүрегін баулды. Өткен ақтық сынға аз қалды. Желтоқсанның 24 жұлдызында Жұлдыздар фабрикасы аяқталады. Ал оның жеңімпазы тек біреу ғана. Бұл жолы астаналық Марина Бейсеханова белсенділік танытты. Ол ресейлік Жанна Фрискамен жұптасып ән шырқады. Біз Марина екеуміз менің әнімді шырқадық. Мен ол қыздың талантына таңғалып тұрмын. Өте нәзікте сүйкімді қыздың дауысы өте зор екен. Енді қолымнан келсе, Марина үшін дауыс берем. Қазір 4 үміткер қауіпті аймақта, оның бірі дәл осы Марина Бейсеханова, сондай-ақ Әлішер Егенбердиев, Әлен Сәмікенов пен Равиль Исаков алдағы сенбіде өтетін концертте тағы да бақтарын сынайды. Олардың біреуі ғана ақтық сынға жолдама алмақ. Кітап құмар қауым үшін сүйінші жаңалық. Бүгін Алматыда заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің тұлғалық энциклопедиясы жарық көрді. Жаңа басылымның тұсаукесер рәсіміне абайтанушы, Мұхтар танушы ғалымдар мен жазушылар және қоғам қайраткерлері жиналды. 5000 данамен басылып шыққан қалың кітапқа ұлы жазушының өсіп өнген ортасы, шығармашылық бай мұрасы қамтылған 3000-нан астам мақала мен 500-ге тарта суреттері топтастырылыпты. Сондай-ақ Мұхтар Әуезов жайлы қалам тербеген жазушы журналистер мен академиктердің еңбектері енген. Жаңа басылымның бір парасы бүгін ұлттық кітапхана қорына сыйға тартылды. Ал болашақта бұл энциклопедия басқа да зерттеулермен толығып қайта басылып шығуы мүмкін. Көптеген зерттеулер. Құдайға шүкір, енді мына әдебиет институты, соның құрамындағы Әуезов мұражайы, соларға біз қазір Мұхтар Әуезов қоры қосылып, көптеген зерттеу жұмыстарды өткізіп жатырмыз. Мұхтар Әуезов энциклопедиясы тұлғалардың өмірінен сыр шертетін ерекше кітап. Бұған дейін 95 жылы Ұлы Абайдың туғанына 150 жыл толуына орай Абай энциклопедиясы жарық көрген болатын. Ал жақында ғана Мұхтар Әуезов шығармаларының 50 томдық академиялық басылымы оқырман қауымға жол тартқан еді. Тәуелсіздікке тарту ел егемендігінің 20 жылдығына орай ағылшын жазушысы Адам Карасай павлодарлықтарға өзінің жаңа туындысын сыйға тартты. Оның қойылымын сахналаған жергілікті әртістер шығарма авторының келісімін алып сценарийге өзгеріс енгізіп жіберіпті. Қойылым қайғылы аяқталмас үшін сәл түзетілген. Хасен Молдабаев әңгімелейді. Туынды тұнып тұрған тарих. Пьесада Бошай батырдың өмірі өрнектеледі. Басты кейіпкердің рөлін Дмитрий Доморощенов сомдайды. Міне, әртіс дайындық үстінде. И он ведет народ к успеху. Батыр жоңғарлар мен ойраттардан арылып, еркіндікке қол жеткізіп, халықты жеңіске жетелейді. Менің өзіме осы кейіпкер ұнайды. Мен бұл рөлді рахаттана ойнаймын. Сұңқар құстай жыртқышқа теңелген жас басшы Бошай қарапайым малшының Күңке есімді қызына ғашық болады. Батыр мен Қырмызының махаббатында шек жоқ. Хочу тебя обнять, как небо, и раствориться в нем.
встречу с тобою, Соколенок. Моя любовь тебе принадлежит. Сондай-ақ оқиға желісінен қызғанышпен бақталастықты байқауға болады. Бошай Асылханға қарсы қол жинайды, ал оның жауы Асылхан болса, өз құлына батырды өлтіруді тапсырады. Егер бұйрықты орындаса, еркіндікке жіберуге серт береді. Человек в раннем детстве. Адам құл болып өмір бойы еркіндікті аңсап келген. Оның алдында үлкен шешім тұрады. Ақыр аяғы ол адам өлтіруге амалсыздан келісім береді. Мен бұл сорақылыққа қарамастан осы кейіпкерді жақсы көрем. Ең қызығы соңы ағылшындық жазушының сценарийіне сай қойылым қайғылы аяқталады. Басты кейіпкер Бошай батыр мен оның сүйіктісі күнге қайтыс болады. Алайда театр ұжымы пьеса авторымен келісіп туындының соңғы жағын сәл өзгерткен. Нәтижесінде басты кейіпкерлер тірі қалып, оқиға желісі қуанышты аяқталады. Қасем Олдыбаев, Майя Шоқбаева, Артем Кохан, 7-ші арна, Павлодар. Алматы облысының тәртіп сақшылары ірі көлемдегі оқ-дәрі тәркіледі. Талдықорған қаласында 2 жүк көлігін тоқтатып тексерген жол сақшылары 7 миллионға жуық аңшы мылтығының оғы тиелгенін анықтаған. Тасымалдаушылардың барлық құжаттары болғанымен оқ-дәріні тасымалдау ережесін өрескел бұзған. Олар ірі көлемдегі спорттық аңшы мылтығының оғын Аягөз қаласынан Шымкенттегі аңшы дүкеніне жеткізбек болыпты. Оны Шығыс Қазақстан облысындағы әскери бөлімшелердің бірінен сатып алған екен. Бір қызығы осыншама оқты бір ғана күзетші сайга және аса травматикалық тапаншасымен қарауылдаған. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения. Тексеру кезінде келесі заң бұзушылықтар анықталды. Біріншіден, тасымалдаушылар оқ-дәріні арнайы көлікпен тасымалдамаған. Сондай-ақ құжат бойынша мұндай тауарды 100 мың данадан артық алып жүруге болмайды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шымкенттен қару-жарақ дүкенінің өкілін де шақырттық. Осы тексеріс нәтижесі бойынша қылмыстық іс қозғау мәселесі шешілетін болады. Тәркіленген оқ-дәрілер толықтай баллистикалық сараптамадан өткізіліп, қазір Талдықорған қаласындағы әскери қоймалардың біріне жеткізілді. Ақтөбе облыстық мешіті жанынан ерекше мұражай ашылды. Мұнда ислам дінінің тарихын баяндайтын 300-ге тарта құнды жәдігер қойылған. Мұражайдағы аса бағалы бұйымдардың бірі 500 жылдық тарихы бар ескі Құран кәрім. Көне кітаптың әріптері анық, бірақ қандай баспада басылғаны белгісіз. Енді оны өзі айтып отыр ғой, ғасырдың өзі, оны қанша ғасырға сақталу деңгейі де өте жоғары деңгейде сақталып қалған. Ол біз енді музей үшін өте құнды экспонат. Сондай-ақ мұнда 19 ғасырдағы ислам қағидалары туралы қол жазбалар сол күйінде сақталып тұр. Өйткені кітаптар кәдімгі ақша басып шығаратын пергалит қағазына жазылған. Ал Мұхаммед пайғамбардың насихат хаттарының теріге басылған көшірмесі де бар. Мамандар мұражайға ескі түркі шағатай тілінде жазылған дүниелерді де жинақтадық деп отыр.